Урматтуу көрүүчүлөр, эми кезек ошол сектор 4-төгү аралашмаларга келип жетти. Бул жерде японский, корейский, германский унаалар арзан, ошондой эле срочно сатам дегендер, анан жаңы келгендер дагы болот. Ошолорду көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн 5 сентябрь 2021 жыл. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Toyota Ipsum 2002 жылкы 250 000 километр жүргөн, көлөмү 2.4, баасы $5400. Кузуунда жумуш жок, дөңгөлөктөрү жайкы. Honda Jazz Leviru 2009 жылкы, көлөмү 1.5, автомат. 165 000 километр жүргөн, круиз контрол, панорама крыша, баасы $7900. Коробка автомат. Honda Jazz. Toyota Camry 30 кузов 2003 жылкы, көлөмү 3, автомат, баасы $7800. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы, кузовунда жумуш жок. Капотунда спойлер бар, 6 цилиндр. Nissan Almera 2006 жылкы, көлөмү 1.8 автомат, баасы $4800. Дөңгөлөктөрү жайкы, кузовунда жумушу жок. Үстүндө багажниги дагы бар. Көк түстө Honda Civic 2008 жылкы, көлөмү 1.6 автомат, баасы $7200 бе? $7200. Дөңгөлөктөрү жайкы, кузовунда жумушу жок. Honda Civic'in гибридini издегендер болсо, көрсөңүздөр болот. 2008 жылкы. Hyundai Solaris Россиядан келген, номер учету транзит номерде, учеттон чыгарып келген. Жылы 2015 жылкы, көлөмү 1.6 автомат, шаар ичинде расход 5.6, баасы $7100. Бүт эле стеклоподъемниктер электрический өзү көтөрүп жабат. Коробка автомат. Пробег канча калды? Пробег 300 000 километр жүргөн. Дөңгөлөктөрү жайкы. Kia K5 2010 жылкы, көлөмү 2, автомат, $8400. Салону кара түстө кожа. Это только газом, да? С газом или бензин? Только газ, да? Газ менен жүрөт. Kia K5. $210 Mercedes өтө жакшы абалда, ушундай Титанскада базарга чыгыптыр. 2001 жылкы, көлөмү 5.5, расход жүзүнө 13-18. Состояниясы жакшы, кара түстө кожа, баасы $11800. Үстүндө люк дагы бар. Сары түстө Honda Jazz 2008 жылкы, көлөмү 1.3, баасы $6500. Коробкасы автомат. Toyota Alphard көк түстө Армениядан келген, көлөмү 3, 2004 жылкы, 135 000 километр жүргөн, баасы $7500. Газ 4-чү поколениядагы Италия газ установка болгон. Дөңгөлөктөрү жайкы. Артыңкы бамперинин бурчунда бир аз жумушу бар. Анан сол порогунда дагы бир аз жумушу бар экен. Калган жактары жакшы. 3 көп, 6 цилиндр. Mercedes 220 кузов, жылы 2000, көлөмү 3.2 автомат Tiptronic, баасы $3000.
Bası $5300, gaz, benzin. Qara түсті. Salon koja qara түсті. Sırtынан kuzuftары абалы жақсы. Passat B5 Plus 2003 жылғы, пробегі 269 000 км жүрген. Көлемі 2.3, басы $4300. Toyota Opel правый руль 2002 жылғы, көлемі 2, автомат, басы $4150. Honda Accord 2000 жылы шыққан, көлемі 2, контейнер бар, басы $4500, 2 номер бар, çalып сөйлешсе болады. Күмеш түсті, моторы простой. Сол стопында біраз жарақасы бар екен. Toyota Camry рестайлинг, ақ түсті. 2010 жылғы, көлемі 2.5, американец, коробкасы автомат, басы $10.200. Camry'nin артыңғы бамперінде біраз жұмысы бар екен, қалған жақтары жақсы. Toyota Harrier 2000 жылы шыққан, көлемі 3, расход жүзінде 11-13, басы $6800. Отырыштары қара түсті кожа, задний камера мониторы бар. Қара түсті BMW 318 2011 жылғы, 137 000 км жүрген, көлемі 2, автомат, расход жүзінде 9-10, басы $8200. Hazır номерін көрілі. 0709 53 42 81. Nissan X-Trail Veyron 2003 жылғы шыққан, көлемі 2.2 механика, 248 000 км жүрген, басы $4000. Үстінде багажнигі бар, атайын өзінің Nissan'ның багажниктері. Кузовында жұмысы жоқ. Оң рулды Toyota Passo малолитражка автонасы 2004 жылғы, көлемі 1, автомат, басы $4000. Дөңгелектері жайқы, кузовында жұмысы жоқ. Артыңғы бамперінің сол қапталында біраз жұмысы бар екен. $39 кузов BMW 525, 281 000 км жүрген, жылы 2002 жылы шыққан, автомат, кожаный салон, электросиденье, не перекид, басы $5450. Төсек қара түсті, дөңгелектері сезонка, кузовында жұмысы жоқ. Mercedes 211 қара түсті, 2002 жылғы, көлемі 3.2 автомат, басы $5200. Дөңгелектері қышқы, кузовында жұмысы жоқ. Дағы бір қара түсті, 39 кузов BMW 525, 2002 жылғы, көлемі 2.5 автомат, 179 000 км жүрген, басы $6700. Отырыштары қара түсті кожа, мониторы бар. Дөңгелектері жайқы, кузовында жұмысы жоқ. Lexus RX 300 99 жылғы, көлемі 3, газ, бензин,
автомат çıtırgıды. Bası $6500. Monitoru бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы. Кузуунда жумушу жок. Honda Stream Restyling 2004 жылкы. Көлөмү 2 автомат. $4900. Кара түстө. Дөңгөлөктөрү 2 алдыңкы дөңгөлөгү жаңы коюлган. Артыңкы 2 дөңгөлөгү 30-40% балам чыгат. Кузуунда жумушу жок. Жакшы абалда.